Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін қыз бен жігітке ашамын. Екеуінің бір-бірінің ара қатынастары қандай? Соған ашатын боламын. Өткен өмірлерің қандай? Мен қыздар, мен жекеде расклад ашамын. Маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Бірінші сізді тауып алайық. Характеристикаларыңызды көрейік. Көретін боламыз. Сіз өте добрая дейміз ғой жаңағы. Сондай болып келесіз. Ашық көңіл, жаңағы көңіліңіз таза, добрая дейді ғой, сондай болып. Справедливая дейді ғой. Шыншыл, әділ, сондай болып келесіз. Жақсы ана бола аласыз. Жақсы әйел бола аласыз. Өте жақсы. Мына жерде сіз өткен өміріңізді қайтып бастау, ештеңе көріп тұрған жоқсыз. Бір бастауға деген бір қорқыныш бар. Бір нәрсені бастауға. Бір нәрсені бастауға. Сондай болып тұр. Кішкене ауырып тұрмын. Бұл карта сізге бір страх, қорқыныш бар сізде. Бір нәрсені бастауға, жаңа айтып кеткендей, қорқыныш бар. Бұл бірақ бәрі қорқыныш сіздің ойыңызда. Сіз бәрін ішіңізде. Тройка пентаклей. Бұл тройка пентаклей сіз бір нәрсеге жетуге, ақыл сұрап сөйтесіз. бір нәрсеге выбор жасайсыз. Бір нәрсені сатып аласыз ба, или бір супермаркеттерге барып, бір нәрсе сатып аласыз ба, сондай болып тұр. Так. Ал мынаған келсек, бір коллективде бір отырыс болуы мүмкін. Бір қыздармен өздеріңіз отыруыңыз мүмкін. Енді жігітіңізге ашатын болсақ, король жезлов дейді. Бұл жігітіңіз сізге деген сезімі адал, өз-өзіне сенімді, сондай жігіт болып тұр. Сізді жақсы көреді. Сондай болып тұр. Сізді қайта-қайта ойлайды. Сондай болып тұр. Характеристика. Бұл өте жылдам әрекет жасайтын жігіт. Таза, көңілі таза, өз-өзіне сенімді жігіт. Өз-өзіне сенімді жігіт. Сізде де бәрі бар. Самостоятельная. Бірақ бір нәрсені бастауға қорқасыз. Жаңағыдай магазин болмаса, супермаркет, сондай жерлерге барып, сондай болады коллективпен бір отырыста болуыңыз мүмкін. Әйтеуір бір басқосу болып тұр. Бұл характеристика, бұл жеке расклад емес, бұл общий расклад. Енді бастаймыз.
қыз бен жігіт болып жүріп жүргендерге карта. Сіз бір нәрсені шешкіңіз келіп тұр, жылдам әрекет жасағыңыз келіп тұр бір нәрсеге. Сіз өте ақылды әйелсіз, ақылды қызсыз, өте жақсы ана бола аласыз. Сіз біреуге сыйлық сыйлайын деп жүрсіз. Мүмкін бір ойыңызда біреуге бір сыйлық жасасам екен деген ойыңыз бар. Бұл сізге ашып жатырмын, қазір жігітке ашамын. Сіздің менде бәрі бар, бәрі жақсы. Менің қаражатымда өзіме жеткілікті деп отырсыз. Өзіңізге сенімді болып, жігітіңізге деген сезіміңіз мөлдір, ашық, таза. Сондай болып тұр. Сіз ол жігітпен қатынасыңызда жылдамдатпайсыз, сіз оны бақылап жүрген сияқтысыз, асықпайсыз. Жаңа айтып кеткендей, сыйлық жасағыңыз, может, жігітіңізге жасағыңыз келіп жүр, маған сондай болып тұр. Сізде өзіңізде ақша самостоятельная, сіздің жаман әрекетіңіз бар екен. Мысалы, темекі тарту, арақ ішу деген сияқты, болмаса біреумен интимный отношения сол сияқты, сондайлар шығып тұр. Может, сізде жаман бір әрекеттеріңіз болуы мүмкін. Енді ары қарай кеттік. Сіз ол жігітке өте жұмбақсыз. Мүмкін ол жігіт сізге жұмбақ. Бір-біріңізге жұмбақ тұрсыз. Өте жақсы сезімде болып тұрсыз. Сізге жігітіңізге деген сезіміңіз таза. Сіз бір нәрсе, жаңағы супермаркет болмаса бір магазин, көп қой қазір, неше түрлі дүкендер, солардан бір нәрсе көріп тұрсыз. Біреуге сыйлық алайын деп тұрсыз ба, сондай шығып тұр. Сыйлық бергіңіз келеді, қатты сыйлық бергіңіз келіп тұр. Жақсы ана бола аласыз. Үй шаруасын дөңгелетіп әкететін бір жақсы ана боласыз келешекте, Құдай қаласа. Сіз бәрін ақылмен шешіп, бір жынданып тұрған, бір болмаса бір қиын кезеңдерді оңай жауып қоятындай сондай неңіз бар өзіңіздің. Жақсы бір қасиетіңіз бар. Сіз жылдам әрекет жасауға көшейін деп тұрсыз, бір нәрсені сыйлық алып, жаңағыдай бір сыйлық болса да жетеді ау деген сияқты болып тұрсыз. Жігітке деген сезіміңіз таза болып тұр. Сондай шығып тұр. Өте таза. Сіз түнде де ойлайсыз оны. Көп ойлайды екенсіз. Сіздің қулықтарыңыз да бар екен. Осыны өтірік айта салсам екен, болмаса бір болмайтын нәрселерді мен ала салсам екен өзіммен бірге деген сияқты бір хитрость дейді ғой, сондай бір хитростыңыз бар екен. Жаңағы коллектив отырыс болуы мүмкін. Жаңа айтып кеткенде жақсы отбасы болуларыңыз мүмкін. Ол жігітпен, егерде сол жігітпен жүріп, ұзақ жүріп, семьялы болып жатсаңыз, бір ұрыс болады, келіспеушілік. Жаңағыдай сізді қабылдамауы да мүмкін. Сондай келіспеушілік, ұрыс болады. Егерде сол жігітке шықсаңыз, может, ұрыс бола ма? Сіздің хитростыңыз шығып тұр. Не істесем екен деп ойлап тұрсыз. Сіз ол жігітті ғаламтордан іздеп, көріп, бақылап отырады екенсіз. Болмаса жаңағыдай айтып кеткендей, бір нәрсені жылдам шешкіңіз келіп тұр ғой, соның завершениесі болайын деп тұр. Бір шешім қабылдайсыз.
жаңағыдай сыйлық жасағыңыз келіп тұр, сондай болайын деп тұр. Ары қарай сіз оны өте жақсы көресіз. Жаңағыдай мысалы айтып кеткендей, жаңағыдай бір нәрсені тез шешем екен деп тұрдым, ол жақсы жағынан шешіледі, және ешкімнің сөзіне қарамастан сіз өзіңіз бәрін жеңіп шығасыз. Алда қандай ісіңіз ойласаңыз сол іске асады. Қыз бен жігітке ашып жатыр. Егер де жүріп жүрген болса, сіз дәл қазір өз-өзіңізбен қиял әлемде жүргендей сондай сезімде жүрсіз. Өзіңіз деп, менде бәрі бар, менде бәрі жақсы деп жүрген. Дайын бәрі жақсы болсын, сіз екі ойлысыз, ол жерде қандай деп қарайлап жүрсіз, таразыға салып, бақылап жүрсіз. Ол жерде жаңағыдай айтып кеткендей ғаламтордан бақылап, Инстаграм, может, WhatsApp, ПК деген сияқты сіз оны бақылап отырасыз. Сіз өте ақылды шешім қабылдап, сіз өте ақылдысыз. Хитростыңыз де бар, ақылдысыз. Ешкімнің сөзіне құлақ аспайды, ешкімді тыңдамайды, өз-өзіңізбен жүретін адамсыз. Жаңағы ешкімнің сөзіне қарамастан өз-өзіңізбен. Сіздің де бір прошлойыңыз бар екен, оған қайта-қайта артқа қарайлай бересіз. Қазіргі отношениені болса да, бұрынғы отношениені ойлайсыз. Жаңағыдай біреуге сыйлық бергіңіз келеді, басыңыз соған қатып жүрген сияқты. Уақыт өтіп баратыр, бір сыйлық берсем екен деп жүрген сондай бар. Енді жігітке ашайық. Жігітіміз не істеп жүрген, ой қандай екен, көретін боламыз. Ол жігіт, менде бәрі бар, өзіме жетеді, ақшам өзіме жетеді, қанағат деп отырған жігіт. Өз-өзіне сенімді, сізге деген көңілі таза, мөлдір, тап-таза. Сондай болып тұр. Небір қиыншылықтар болып тұр ол жігітте. Сізді ойлайды, жақсы көреді, сезімі таза деген сияқты ойлары бар. Енді сізді қатты жақсы көреді, өз-өзіне сенімді жігіт деп айтып кеткендей, менің қаражатым өзіме жеткілікті деп. Бұл мына картаға келетін болсақ, бұл картада өз сезімі жаралы ма, бір нәрсе өз-өзін қажап ойларымен, бір нәрсені испытать етіп жүр ма, бір нәрсені ойлап жүр ма, сондай болып тұр. Бір нәрсені переживать етіп, бір нәрсенің аяқталуы сондай болайын деп тұр. Бұны қоя берші, бұны пережить етем ғой, қайта өмір сүре берем ғой деген сияқты ойда. Бір нәрсені переживать етеді, бір нәрсені уайымдайды, сондай. Сіз түсіндірсіз, өз-өзіне жаңағыдай қыздың картасына шықты ғой, ақшасы бар, самостоятельная қыз деп ойлайды сізді, өз-өзіне қарап қалған, сұлу, әдемі деп. Дәл қазір тупиковый состояниеде жатыр, не істерін білмей, ешкімнің айтқанына құлақ аспайды. Өзі анандай активный жігіт екен, жылдам шешім қабылдайды. Бұрынғы өмірлерін ойлайды,
бұрынғы өткен отношения сондайларын ойлайды, бір нәрседен опық жеген бұрын сондай болып қала ма деген сияқты қорқыныш бар. Жаңа өмір бастағысы келеді сізбен. Өте әділ, ақылды. Сізбен отношениям жақсы болса, жақсы семья сондай шығады деп ойлайды сізбен. Жүрегі жаралы болып тұр. Өйткені бір досымен ба, бір адаммен келіспеушілік болған. Жақсы жұмыс істейді, өте пысық. Жұмысына деген өзіне адал. Өте пысық жігіт. Жұмысын жақсы көреді. Бұрынғы өткен өмір қиыншылықтар болған, бұрынғы өткен өмірінде. Жаңа бір нәрсені іздегісі келеді, бірақ қарап тұр. Бір нәрсеге жеткісі келеді, бірақ соны жете алмай, соны күтуде. Ақша күтуде ма? Болып жатқан нәрселердің бәрін көріп отырады, бірақ ештеңе істемей отыр мына жерде. Өзінің жұмысын жақсы атқарады, тағы бір нәрселер, қосымша бір нәрселер, жұмыстар істегісі келе ма, сондай сияқты болып тұр. Бәрін бақылап жүр, қарайлап жүр, сізді ойлайды. Ақшасы бар, самостоятельная қыз деп ойлайды. Сыйлық жасағысы келеді. Ұрыс болуы мүмкін. Разрушение дейді бір. Құдай сақтасын ондайдан. Бір нәрсені шешкісі келіп жүр ғой мына жігіт. Қаражат жағынан сәл қысылуы мүмкін. Бірақ бәрін жеңіп шығады. Сізде бәрі бар деп ойлайды. Жақын арада кездесу болады. Сыйлық жасауы мүмкін. Жаңа өмір бастағысы келеді, бірақ қорқыныш бар. Сізді ойлайды, бұрынғы өмірін ойлайды. Жаңа өмір бастағысы келеді, бірақ бір екі ойлы болып отыр. Бір нәрсеге басы қатып отыр. Бір нәрсені ойлап отыр. Сізге сыйлық сыйлағысы келеді, бір нәрсені күтіп отыр. Жаңағыдай жұмысын ойлап отыр ма? Ақша жағынан қысылады, соны ойлап отқан шығар. Соңында бәрін жеңіп шығады. Главный сізді жақсы көреді. Жігітіміз осылай шықты. Енді раскладымыз бітті. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, достар. Мен жеке раскладты аша аламын. Махаббат тақырыбында, әртүрлі оқиғалар тақырыбында ашамын. Және енеңіздің сізге деген ойы, күйеуіңіз не істеп жүр, күйеуіңіз дәл қазір не істеп жүр, ол басқа келіншектермен интимный отношениесі бар ма, ол әйел қандай, любовницасы бар ма, болмаса қыздардың бір жігітті жақсы көріп, соның ойын, соның алда не күтіп тұр, соның бәріне ашатын боламын. Ал енді достар, менімен болғандарыңызға көп рахмет. Комментарий жазып кетіңіздер, лайкты ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар, достар. Кездескенше.